Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай алмалы тарт немесе алмалы бәліш рецептімен бөлісемін. Ең алдымен қамырын илейміз. Ол үшін бөлме температурасында жұмсақ сары майды, оның үстіне қантты салып, миксермен араластырамыз. Араластыру үшін венчик немесе шанышқыны да пайдалануға болады. Үстіне жұмыртқаны салып, тағы да араластырамыз. Енді ұнды илектен өткізіп, аз мөлшерден сала отыра қамыр илейміз. Осындай үгітілмелі жұмсақ қамыр шығады. Оны целлофанға салып, тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін жуып тазаланған алмамызды жіп-жіңішке етіп турап аламыз. Алманы осылай қолмен турауға да болады, немесе арнайы теркадан өткізуге де болады. Алмаларымызды турап алдық. Алманың жіңішкелігі осындай болу керек, яғни өте жіңішке болса жақсы болады. Енді форманы алып, оның үстін жақсылап сары маймен майлап аламыз. Үстіне қамырымызды жайып шығамыз. Туралған алмаларды қамырдың үстіне рет-ретімен қойып тізіп шығамыз. Алмалардың бетіне шекер себуге болады. Мен қан ұнтағын пайдаландым. Және корица сеуіп әсемдедім. Дайын болған бәлішті қызып тұрған пеште 15-20 минут пісіріп аламыз. Хош иісті керемет бәлішіміз дайын. Сіздер де үйде пісіріп көріңіздер. Сіздермен болған ләззат. Каналыма тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.